Саламатсыздар, қалдарыңыз қалай? Мысалы бізде бұрынғы уақыттан бері қарай заказ беріп келе жатқан клиенттер хабардар барлығынан, не? Мысалы 11 айдың 11 күні үлкен скидка болады. Қытайда интернет әлемінде, интернет сайттарында мысалы сатылым жасайтын. Яғни 1688 сайтын алып қарайық. Мысалы қос 11 деп айтады олар. 11 айдың 11 күні жаңағы сайтта үлкен скидка болатын. Мысалы мына жеріне қараңыздар, міне 11 дейді да, 11 деген цифрмен көрініп тұр. Қос 11, яғни 11 айдың 11 күні скидка болатын тауарлар. Көптеген жерде мысалы басталып кетті. Көптеген кейбір магазиндер бастап кетті. 11 айдың 11 күніне жетпей сол скидкаға. Ал енді 11 айдың 11 күні ол үлкен сатылым болады Қытайда. Ол рекорд жаңалайды жылда. Мысалы Қытайда да жан өте көп, сондықтан сол күні интернетте баяу болады жалпы. Мінекей қос 11-ге скидка болып жатқан тауарлар мінекей басқаша шығып жатыр, міне барлығы. Сондықтан қазір біз Taobao сайтын көрейік. Мінекей Taobao сайтында да сондай болып жатыр, мінекей 11 айдың 11 күніне дайындық болып жатыр, мінекей. Мына жерді бассаңыз, міне кіруге болады осы араны, мінекей қос 11 деп көрсетіп жатыр мына жерде. Жалпы кіріп көрсек қазір. Мысалы осы барыста кейбір тауарларды мысалы біздің кейбір клиенттеріміз басып кіріп көріп, бағасы арзан қараса, бірақ есептеген кезде қымбат шығып кетіп жатыр. Аккаунт барлар ғана есептей алады, білесіздер. Ал есептеген кезде қымбат шығып кетіп жатқан жағдай, осы кейбір тауарлар осы сол 11 айдың 11 күні сол бағада сатылады деп алдын ала дайындап қойып жатқан тауарлар ол. Сондықтан кейбір тауарлар сатылымды бастап кетті. Ал енді қазір біз өзіміз жұмыс істеп жатқан мына Pinduoduo сайтында көрейік. Мысалы бұл жерде де қараңыздар, мінекей. Мына жерде көрініп тұр, міне 11 айдың 11 күні басталады. Уже басталып кетті деп жатыр кейбір тауарлар. Сол сияқты мысалы заказ бермекші болсаңыздар, осы бір орайды жақсы ұстап, заказ бастап берсеңіздер болады, иә? Үлгіргенше сол күні төлем жасап үлгіртеміз барлық тауарларға шаман келсінше. Ал енді үлгірмей қалса оған ренжімейсіздер. Бірақ ол күнді күтіп отырып, және де басқада скидка болып жатқан тауарлардан кешігіп қалсаңыздар және болмайды. Сондықтан орайды мықты ұстап, жақсы пайда табатын орайды қолдан жібермеңіздер.